Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Бүгін сіздерменен күнделік кезеттен сыныптан сыныпқа қалай ауыстырамыз, сол туралы тақырыбымыз болады. Сол бойынша сабақ айтамыз. Онда ары қарай кеттік. Бәріміз өзіміздің күнделік парақшамызға кіреміз. Кіріп болғасын жұмыс үстелінде басасыздар және ол жерден сыныптарды басасыздар. Сол кезде сізге осындай терезе ашылады. Енді қарасаңыздар, біз алдыменен ең бірінші былтырғы 9-шы класстар осы биылғы бітіруші класс болғасын оны шығардық. Міне бітірушілер қатарына шығып тұрады. Ал 8-ші классы кезек бойынша шығарамыз. Бұны да шығарып қойдық, және мен түстері бойынша айтып кетейін деген. Міне мынау бітіруші курстар былай жазылады. Ал сыныптан сыныпқа келесі жылға өткізген үшін 9-шы класста 8-де де осындай қара жирный болып көрініп тұрады. Осылай ауыстырасыздар. Енді мен 7-ші класстарды сіздердің көзіңізше ауыстырайын. Құрметті әріптестер, менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий басуды ұмытпаңыздар. Және комментарий бөліміне сұрақ қойып, сұрақтарыңызға жауап жазсаңыздар, мен сұрақтарыңызға жауап беретін боламын. Міне ашылды, және қарасаңыздар, оң жағыңызда 23-24 жылға ауыстыру. Осыны басасыздар. Осыны басқан кезде жалпы класс кетеді, жалпы сынып. Ары қарай. Сол кезде сіз сыныбыңыздың атауын атайсыздар. Енді мынау 8-ші класс болады. 7-ші класстан ауыстырып жатырмыз. Бұл жерде бәріне бұйрық бірдей. Бұны оқу ісінің меңгерушісінен аласыздар. Және қашан сіз ауыстырасыз, бұйрығыңызға қарап көресіздер. Және оқушыларды сыныптан сыныпқа ауыстыру ары қарай. Осылай сыныптан сыныпқа ауысады. Ауыстыру. Жасыл түспенен сыныптан сыныпқа сәтті аяқталды дейді 8-ші классқа. Енді бұны қарап көрейік. Ауысты ма, ауыспады ма? Сіздерде қандай түс болады екен? Сыныптар. Қарасаңыздар, қара түске айналды. Қап-қара болып тұрады. Енді қалған сыныптарды ауыстыра береміз. Қателеріңізге жараса мен өте қуаныштымын. Тағы да айтып кететінім, каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазып, өздеріңіздің әріптестеріңізге таратып, бір-біріңізге қолдау берсек, мен өте қуанышты боламын. Келесі сабағымда көріскенше сау саламат болыңыздар.